Панфиловқа барғанда, қайратыңа әдісіңді жолдас ет, әдісіңе ақылыңды жолдас ет. Келесі күні елең алаңда атқа қонып сол жақтағы көршіге жүріп кеттім. Сол жақтағы дегеннің мәнісін білесіз бе? Мұны сұрағаныма айып етпеңіздер. Әскери тілде қолданылатын сөз болғасын, мұны пысықтап алған мақұл. Руза бойындағы батальон шебін тағы да көзіңізге елестетіңіз. Өтіп бара жатып жауап қайрам. Біразға дейін жол бойында тірі жан кездеспейді. Айнала тым-тырыс. Кемшілікте алыстан естілген зеңбірек сарыны да қазір тынған. Көп кешікпей алдымнан тағы біреулер кездесті. Бұлар да екеу-үшеуден кетіп барады. Келе жатқан көмекке қуанасың. Бірақ жүрістері қалай сылбыр, қиын жорыққа ысылмаған, қатаң тәртіпке көндікпеген, әскер тезіне түспеген адамдардың сынайын көріп, іштен тынасың. Панфиловтан тәлім алған біздің бөлімшелерде мұндай әдет жойылған. Қандай ауыр жорықта болса да, бізде ешкім топтан қалмайды. Күрең төбел үркіп жалт берді. Қол шамымды жағып, алғы сәулесін түсіріп ем, батпаққа батқан арбаны, жығылған жерінен тұра алмай үйіліп жатқан атты, арбасының қасында белуардан балшық кешіп, сүмелетіп тұрған арбакешті көрдім. Бір шеттен шылым оты жылтырап көрінеді. Бірнеше жауынгер жиекте шылымдарын тартып, сұлап жатыр. Шаршаған дене салқын сызды елер емес. Әдетте жауынгерлердің түнде далада шылым тартуларына тыйым салынады. Тартқан күнде де оның отын көрсетпей қалқылап тарту керек. Өйткені шылым оты бірнеше километрден айқын көрінеді. Бұған қарап, жау сенің жатқан жеріңді шамалайды. Ал мына солдаттар әскери уставтың талабын ұмытып, қаннен қаперсіз шылымды бұрқыратып жатыр. Мен бұған да ішімнен қынжылдым. Сипунова алыс па деген баяғы сұрақ тұс-тұстан естіледі. Менің де баратын жерім сол. Бізбен іргелес батальонның басқару пункті сол Сипунова қыстағының түбінде, орман ішінде болатын. Тайғақ баспалдақпен төмен түсіп, басқару пунктіндегі жертөлеге кірдім. Ала көлеңкеде отырғандардың жамытып алғанымша болған жоқ, құлағыма үйреншікті қоңыр дауыс естіліп кетті. Жолдас Момышұлы, келіңіз. Иван Васильевич Панфилов темір пештің жанында етігі шешулі, он аяғы отқа қыздырып отыр екен. Қасында өзінің адъютанты, қызыл шайырлы жас лейтенант. Басқа бір түкпірден бейтаныс капитан көрінеді. Әскери салтпен тәжім етіп келгенімді мәлімдедім. Панфилов сағатын алып қарады. Шешініңіз, отқа жылыныңыз. Генерал орнынан сәл көтеріліп, су шылғауын жайып, құрғақ жағын табанына қойды, қалың матаны аяғына еппен орап етігін киді. Жаңбыр өтіп, қоңыр тартқан шинелі отқа таяу ілулі тұр. Жаңа келген әскер бөлімін қабылдауға алдыңғы шепке барып, жаңбыр астында көп уақыт болған сияқты. Түні бойы ұйықтамаған да болу керек. Әйткенмен әжім басқан қара торы жүзінен шаршап, қажығандықтың белгісі көрінбейді. Бұрынғы қалпынан ешбір өзгермеген дерлік. Танауының астындағы екі шоқ қара мұрт, жайдары көзқарас, жарқын шырай. Бүгін біздің қалай еткенімізді естіңіз бе, жолдас Момышұлы, деп сұрады ол күлімдеп. Тап
сол минутта оның құлаққа жағымды сабырлы үні, қуана күлімдеген шырайы маған қандай әсер еткенін айтып жеткізу қиын. Осы сыңайын көріп, кенеттен ішім жылып, көңілім өскендей болды. Ішімнен тарыққанда дем берерлік мұндай ақыл-ойым барда, мен жалғызсырамаймын. Соғыстың сырын алып, кәніккен әккі дұшпанға тәлкек болмаймын. Бірінші дүниежүзілік соғыстағы жай солдат революциядан соң батальонның, полктың, дивизияның командирі болған біздің генерал соғыс сырын біледі деп ойладым. Әйтеуір бетін қайтардық-ау. Ой, жіп жымындады Панфилов. Қорыққаным-ай, тек ешкімге айта көрмеңіз, жолдас Момышұлы. Танкілер бұзып өтті ғой. Сонда мынау Панфилов нұсқап көрсетті. Менің қасымда еді, біраз нәрсені көрді. Қалай қарсы алдық, ә? Орнынан ұшып тұрып, адъютант қуанышты жүзбен омыраумен қарсы алдық, жолдас генерал, деді. Генерал қиғаш біткен қалың қасын бір көтеріп қойып жігітке түксие қарады. Омыраумен дейсің бе? Олай емес. Омырауды оқ түгіл жай өткір нәрсе де оңай тесіп өтеді. Омыраумен дейді-ау бұл. Әскери киім киген осындай бір есірекі ротаны басқарсаң, жұртқа танкке қарсы омыраулатып апаратыны рас. Омыраумен емес, отпен, зеңбіректермен қарсы алдық. Көрген жоқсың ба? Адъютант қипақтап генералдың сөзін қостады. Панфилов тағы да омыраумен дейді-ау бұл, деп мырс етті. Бар аттарға жем бердім екен, көріп кел, жарты сағаттан соң ерттесін. Адъютант ыңғайсызданған пішінмен ізет етіп үйден шықты. Жас қой әлі, деп Панфилов жылы лебізбен. Біресе маған, біресе әлгі бөтен капитанға қарап, Панфилов саусақтарымен столды тықылдатты. Жаяу әскерді омырауын төсеп соғысуға болмайды, деді ол. Біз осыны қазіргі күнде мықтап ескеруге тиіспіз. Бұл арада біздің әскеріміз онша көп емес. Ендеше солдатты сақтау керек. Оның сөздерінен өз ойыма дық болған күдікті кетірерлік жауап табармын деп мен генералдың айтқанын ықыласпен тыңдадым. Бірақ әзірше іздеген жауапты таба алмадым. Біраз ойланып отырып Панфилов сақтағанда сөзбен емес, қимылмен, оқпен сақтау керек, деді. Бұдан кейін Панфилов маған: қазір сіздің көршіңіз жаңарды, жолдас Момышұлы, танысып қойыңыз, капитан Шилов, деді. Капитан ұзын бойлы сымбатты жас жігіт стол қасында түрегеп тұр. Бұл кезде біз Панфилов дивизиясындағы жауынгерлер мен командирлер шетінен киіп жүретінбіз. Ол мына капитанның басында қызыл жиек, жасыл фуражка. Ол бір ауыз да үн қатқан жоқ. Тегінде дәрежесі үлкен кісі жөн сұрамауынша үн қатпауы үстіндегі әсемпаздығы оның көптен бері әскери қызметінде екенін сездіргендей еді. Біз қол алыстық. Жол бойымен келдіңіз бе, жолдас Момышұлы, деп сұрады Панфилов. Иә, жолдас генерал, қалып қойғандар көп пе? Көп, дедім мен. Панфилов әттең деп ауыр күрсінді. Генерал бұрылып қарағанда Шилов бетінен оты шығып, ізетпен түк тұра қалды. Бірақ Панфилов жазғыра сөйлеудің орнына майлап былай деді: Білем, капитан, не ойлап тұрғаныңызды. Оларды әлдекім тәрбиелеуді, әлдекім үйретті, ал енді солардың жазасын сен тарт. Капитан Шилов дегеннің келіпті отыр ғой, я, солай ма? Осыны айтып Панфилов күлімсіреді. Шилов та езу тартты. Жоқ, олай емес, жолдас генерал-майор, деді ол. Олай емес дейсіз бе? Панфилов жалма-жан капитанға қарап еңсесін салды. Кішкене көздерінен әуесқойлықтың ұшқыны көрінеді. Шилов қату пішінде: өзім туралы ойлап тұрған жоқпын, жолдас генерал-майор. Жазасын жауынгерлер тартады ғой. Тиісті шара қолданайын, шығуға рұқсат етіңіз, жолдас генерал-майор, деді. Немене, қалып қойғандарды қуырмақсыз ба? Жоқ, жолдас генерал-майор, командирлерді қуыруға тура келеді. Онан соң кімге сый, кімге сияпат лайық екенін анықтаймын. Панфилов күлімсіреді. Жарайды, капитан, деді. Шығуға рұқсат па? Күте тұрыңыз. Панфилов біраз үнсіз ойлана отырды. Содан кейін: сонымен, қазір сіздің жаңа көршіңіз бар, жолдас Момышұлы. Батальон осалдау, дайындығы нашар. Солай ма, капитан, деді. Солай, жолдас генерал-майор. Бұдан соң генерал маған қарап, Волоколамскіде орналасқан қосалқы батальон біздің дивизияға берілгендігін айтты. Капитан Шилов батальонға бұдан бірнеше күн бұрын ғана тағайындалыпты. Бұрынғы командирін алып тастауға тура келді, деді Панфилов. Жұрттан аяймын деп бетімен жіберіпті. Есірік, аяудың арты аяумаушылық болады. Ұқтыңыз ба, капитан? Я, солай екенін білемін, жолдас генерал-майор. Панфилов капитан Шиловтың байсалды өңіне қас қағым сәттен үнсіз қарап отырды да, сонан соң маған бұрылды. Сізді шақыртқан себебім мынау, жолдас Момышұлы. Мен елең етіп, құлағымды тіктеп, аса маңызды бір хабар естірмін деп күткен едім. Бірақ генерал-капитан Шилов екеуің батальондардың екі аралығын жапсырын бірге жүріп, қарап өтіңдер дегенді ғана айтты. Егерде жау жапсардан тиіссе, соғындар, осыған дайын болыңдар. Байланыс жасау, бірлесіп қимылдау мәселелері жөнінде сол арада келісіп алыңдар. Біріңді бірің мүшкіл халде қалдырмаңдар, деді.
Сынаған кісіше капитанның бетіне тағы да бір қарап қалды да Панфилов оның сыртқа шығуына рұқсат етті. Мен әлі де еш нәрсенің анығына жетпедім. Ішке ұялаған күдік бұрынғыша жанымды жаралайды. Екеулеп соғыңдар деді. Қалайша, қандай күшпен соқпақпыз? Окоптағы жұртты алмақпыз ба? Шепті қорғансыз қалдырмақпыз ба? Дұшпан бір емес, әлденеше жерден соқтықса қайтпекпіз. Екеулеп соғыңдар. Бірақ дұшпан да қарап тұрмайды ғой. Ол басым күшпен әр жерден, әр тараптан келіп тиіспей ме? Мен Панфиловтың әр сөзін ұғуға тырыссам да, ұрыс тәсілі, ұрыстағы жеңіс сыры маған құпия күйінде қалды. Капитан сыртқа шыққанда Панфилов ойлы пішінмен алтын басты жігіт тәрізді деді. Бірақ сөйтіп жолдас момышұлы қалып қойғандар көп дейсіз бе? Өте көп пе? Көп, жолдас генерал. Солдатын әзірленбесе, алтын басты болсан да опық жейсің ғой. Панфиловтың лезде солғын тартып, түнерген жүзінен қапалықтың, уайымның белгісі көрінеді. Бірақ маған бір қарап, күлімсірегендей, айналасын ұсақ әжім басқан кішкене көздері от шашып, жүзінде қайтадан жылы шырай пайда болды. Ал жолдас момышұлы, әңгімеңізді айтыңыз. Мен түнгі шабуылымыздың нәтижелі болғандығын қысқаша мәлімдедім. Бірақ Панфилов қазбалап, егжек-тегжейін сұрастырды. Сөйтіп, әскер тілімен баяндап шығам дегенім бұрынғы кездескендегідей кәдімгі әңгімеге айналып кетті. Әңгіме аяқталған кезде Панфилов көзін бір қысып қойып, білемісіз жолдас момышұлы, осының бәрін Шиловқа айтып беріңіз, қызықтырыңыз, ертең о да сіздіңше жұдырық жұмсап көрсін деді. Генерал құтты болсын айтып, қолымды қысқан да жоқ, бәрекелді сабасын деген де жоқ. Бірақ Байсалды сөзінен мақтаудың да, мәпелеудің де лебізі сезілгендей еді. Міне жолдас момышұлы, сіз енді немісті соғып үйрендіңіз. Мен мұнды пішінмен, жоқ жолдас генерал, әлі үйренген жоқпын дедім. Ол таңдана қасын керді. Қалайша үйренген жоқсыз? Кеше ұзақты күнге ойлап, басымды қатырдым. Жау жағдайын ойласам, оңай жеңетін сияқты. Өз халімді ойласам, жауды қалай соғудың, оны қалай тойтарудың амалын таппаймын. Панфилов қабағын түксейтіп, біразға дейін менің бетіме үнсіз қарап отырды. Онан соң, кәне, картаңызды алыңыз, толық баяндаңыз деп бұйырды. Мен өз картамды стол үстіне жайдым. Карта бетіне қызыл қарандашпен түсірілген шебіміздің нұсқасы әлі бұрынғыша қалпы тұрғанда өзгерген емес. Біздің батальон өңірінің екі жағында көршілес батальондардың шеп жерлері де көрсетілген. Бұл сызық атыс орындары мен пулемет ұяларының тізбесін бейнеледі. Едәуір өңірде Москваны қоршаған бос тізбек боп тұр. Мен өз ойымды бүкпестен ашық айттым. Жағдайды ақылға салып, шолып келгенде батальон өңірін жаудың бұзып өтуіне жол бермейтін менде амал да дәрмене жоқ дедім. Мұндай қатал шындықты айту, өзіңнің дәрменсіздігін мойындау оңай емес. Бірақ көптен ішке түйілген жайсыз сырды сақтап, көңілді азғырғанша генералдың алдында бар күдігімді, бар ойымды именбей сыртқа шығарып, шер тартқатқандай мақұл көрдім. Панфилов үндеместен басын изеп, әңгімеңді айта бер дегендей ишарат білдірді. Сонымен менде бірдей екілі взводтан құралған резервте жоқ, жау тұтқиылдан соққанда тегеурінге кезіккен жерге тіреу болатын, кетікке бітеу болатын күштің жоғына қынжыламын дедім. Менің батальоным өз шебіне шегінбейді. Керек болса, өлімге түгел жан қиюдан тайынбайды. Бұған мен кәміл сенем жолдас генерал. Бірақ өлімнен сақтасын, ұрысқа баптан деп Панфилов сөзімді бөліп. Не айта беріңіз жолдас момышұлы, айта беріңіз. Онан соң жолдас генерал, көңілімде дық болып жүрген тағы бір нәрсе. Мынау, батальон мен жаудың арасында ені 15 километрей бейтарап өңір бар дедім мен, оның картадан көрсетіп. Панфилов тағы да басын изеді. Айтыңызшы жолдас генерал, жауға осы өңірді сол боймен беріп қоямыз ба? Беріп қойғаны қалай? Мен оның себебі біздің жауынгерлік күзетімізді серпіп тастап, жау лезде жетіп келеді ғой. Серпіп тастағаны қалай? Бұған дейін Панфилов менің сөзімді Байсалды пішінмен ұқыптап тыңдап отыр еді. Енді осы әңгімені алғаш рет оның жүзінен ұнатпаушылықтың белгісі көрінді. Генерал ызарлы пішінмен серпіп тастағаны қалай деп қайыра сұрады. Мен үндемедім. Меніңше жауынгерлік күзет, былайша айтқанда, бізден ілгеріліктегі 10-12 адамдық бірер бөлімше жаудың басым күшіне төтеп бере алатынын өзінен өзі айқын еді. Мен сізге таң қалып отырмын жолдас момышұлы деп генерал. Сіз немісті соғып көрдіңіз ғой. Онда біз өзіміз тиістік қой жолдас генерал. Оның үстіне түнде байқаусыз барып тиістік. Мен сізде таң қалып отырмын деді тағы да.
Солдат тектен тек өлімді күтіп отыруға тиіс емес екенін қайта өзіңіз бұрыннан ақ білесіз. Өлімге жауды душар ету керек екенін сіз түсінді ғой деп ойлап едім. Білсеңіз, айласыз аңғырт алданады. Қай жерінен тиісу керек, жолдас генерал? Тағы да Середаға ма? Ондағы немістер қазір өте сақ. Ал мына жерше. Жалма-жан қарындашын алып, Панфилов картадан бейтарап өңірді көрсетті. Сіздің бәрінен бір айтқаныңыз мақұл. Жау тығыз таянып келгенде біз оны селдір күшпен тоқтата алмаймыз. Бірақ оның өзіне қарсы бару керек қой. Сіз серпіп таста дейсіз. Жоқ, жолдас Момышұлы. Білсеңіз, тап осы өңірден өзі соғысуға әбден қолайлы. Күтпеген жерден сіз бұрын тиісіңіз. Оқ астына алыңыз. Жауынгерлік күзетіңіз қай жерлерде? Мен картадан көрсеттім. Немістер орналасқан жерден біздің батальон шебіне 2 жол келеді. 3-4 километрдей алда сол 2 жолдың әр қайсының қорғаушы күзетшіміз бар. Панфилов кекесінді пішінмен мырс етіп қойды. Күзетшіңіз күші қандай? Бір бөлімшеде, жолдас генерал. Бұл аз, жолдас Момышұлы. Бұл арада әрекет ететін күшті взводтар болуы тиіс. Оларға қол пулеметтерін көбірек беру керек. Станокты пулеметтің керегі жоқ. Өйткені бұл топтар шапшаң да икемді болуға тиіс. Бұларды именбестен ілгерірек жауға таман шығарыңыз. Немістер жылжи бастағанда оқпен қарсы алса, тұтқиылдан тиісіп, берекесін кетірсін. Бірақ та жау ойқастап өтіп, оларды екі жағынан орап алады ғой, жолдас генерал. Панфилов күлімсіреп менің бетіме қарады. Баяғыда Суворов бұғы өткен жердегі солдат та өтеді. Солдат өтсе армия да өтеді деген екен. Сіз де солай демексіз ғой. Бұл немістер жайында айтылған сөз емес, жолдас Момышұлы. Олардың қазіргі соғысу тәсілі қандай екенін білеміз сіз. Автомобилі қай жерден өте алса, армиясы да сол жерден өтеді. Ал арба жолы жабық болса, мына жатқан сай-сала мен машиналарын қалай жүргізбек? Кәне, айтыңызшы. Онда омыраулап өтеді. Омыраулап өте ме? 3-4 пулеметпен қаруланған взводты омыраумен тайдыру онша оңай емес. Табан тіреп, күш көрсетсе, қарсыласып, ұрысқа түссе, жауды жарты күн әурелейді. Мейлі ойқастап, бүйірден өте берсін, онысы қауіпті емес. Тек қоршауында қалмау керек. Кезеңе жеткенде жалт беріп, сытылып шығу керек. Мәселен былайша, деп Панфилов қарындашпен карта бетіне жайлап жүргізіп, немістер алған қыстаққа баратын таяу жердегі жолдың бірін көлденең сызықпен бөгеді. Одан тағы бір сызықты орай тартып, жолдың батальон шебінде жақындау жеріне әкеп шығарды. Пайымдап отырама дегендей бетіме бір қарады да, тап әлгіндей сызығын батальон бекінісіне бұрынғыдан да таяу жерден тағы да бір жүргізіп өтті. Мінеки, қандай икемді серппен деді ол. Жауды қаншалық босқа әурелейсіз, арам тер қыласыз, қаншама уақытын кетіресіз. Кәне, тақсыр жау бұған не дер екен? Айтқаны көкейіме қона бастады. Кеше маған да осындай бір көмескі ой келген еді, бірақ Панфиловпен сөйлескенге дейін ол ойдың ұшына жете алмап едім. Бекініс дегенге әулиедей сыйынып, жұртты ақыптан ілгері шығуына лайым болмас деп жорып едім. Панфиловтың адъютанты кіріп келді. Аттар ерттелді, жолдас генерал, деді ол. Панфилов сағатына қарады. Дұрыс, штабқа телефон соғып, 10 минуттан соң аттанамыз деді. Пештің жанында үлілі тұрған шинелінің жағасын иендіріп, кепті мекен дегендей сипап көрді де, жүйесінен отыра қалып, отқа отын салды. Сол күйінде ашық пештің алдына біраз отырды. Осы жай қимылдарының өзінен алғашқы жолы кездескендегідей берік сенімнің белгісі білінді. Соғыстың санқилы күсіреңіне кезініп, жаумен алысуға да, шалысуға да әзір екендігін сезілгендей еді. Онан соң Панфилов картаның қасына қайтып келді де, оған сәл өңіліп, қолындағы қарындашын тықылдатып біраз тұрды. Әрине, жолдас Момышұлы, ұрыста қазіргі біздің кесіп пішкеніміздей бола бермейді. Ұрыс жүргізетіндей қарындаш емес, қарындашпен шимайлағанда қарта да емес, соғысатын адам. Ол ежелгісіндей салмақпен, қоңыр дауыспен, байсалды пішінмен сөйледі. Аузынан шыққан әрбір сөздің мағынасы мен үшін арта түсті. Ол тағы да сөйледі. Осы взводтағы жүректі алды-артын ойламайтын командирлерді іріктеп алыңыз. Олардың мына жері кеуек болмасын деп ол маңдайын шұқып көрсетті. Жолдас генерал, онда түнгі ұрысқа қатысқандардан қоямын ба деп сұрадым. Панфилов көзін сығырайтып, бетіме тесіле қарады. Менің сіз үшін батальон басқарғым келмейді, жолдас комбат. Менде дивизия бар. Жауынгерлік күзеттің аралық позицияларын белгілеу, командирлерді іріктеп алу сіздің өз жұмысыңыз.
Алайда сәл ойланып ол өз ақылын айтты. Ұрысқа қатысқандарды жіберудің қажеті жоқ. Басқалардың да бойы үйренгені жақсы. Соғысқа білу бәрінің де міндеті. Тек Жолдас Момышұлы, аса ескеретін негізгі міндет жолмен ілгері басуына ырық бермеңіз. Қалайда бөгеп бағыңыз, шепке жақындатпаңыз. Бүгін жау сіздің 15 километр жерде, қарсылық болмаса, бұл аралық өте жақын. Ал егерде жау әрбір бұта түбінде, әрбір төмпешік басында қарсылыққа кезіксе, бұл аралық тым алыс. Қайтадан картаға қарап, біраз үндемей отырды да, ол мынаны айтты. Тағы бір ескертетін нәрсе, батальонның жинақылығын тексеріңіз, Жолдас Момышұлы. Ат-арба, қамыт-сайман әзір ме? Соған үнемі көз қырын салып жүріңіз. Соғыста әр қилы кезең болады. Бұйрық бойынша тез жиналып, қоныс өзгертуге әзір тұрыңыз. Ойындағысын жақауратып, еміксітіп сөйлеп отырған секілді. Бұл не дегені? Не де болса, ішкі сырын ашып, ұғынуға бел будым. Жолдас генерал, сізден бір сөз сұрауға бола ма? Иә, сұраңыз. Сөйлесіп отырған себебім де сол ғой. Мен түсінбей отырмын, Жолдас генерал. Жау қайтқан күнде де батальонның шебінде шығады ғой. Оны бөге алмаймыз деп өзіңіз айттыңыз. Ендеше сұрауға рұқсат етіңіз. Болашақтың болжауы қандай? Сондай кезеңде мен батальон командирі не істеуге тиіспін? Шегіннен бе? Панфилов саусақтарымен столды тырсылдатып, бұл бөгелгендіктің белгісі еді. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, Жолдас Момышұлы? Білмеймін, Жолдас генерал. Былай ғой, Жолдас Момышұлы, деп ол сәл мүдіріп қалды. Командир қашанда істің жаман жағында ескеру керек. Біздің міндет жолды жауға бермеу. Егерде неміс бұзып өтсе, оның алдынан тағы да жолдың үстінде біздің әскерлер Кесе-көлденен кездесуге тиіс. Осы арада бір батальонды кейін алып отырған себебім де сол. Сіздің батальон алайын деп едім, бірақ сіздің қорғап тұрғаныңыз аса маңызды деп ол картадан Середа мен Волоколамск арасындағы біз тұрған жолды көрсетті. Шептен гөрі жол маңызды, Жолдас Момышұлы, деді ол. Қажет болса, жұртты окоптан тез шығарып, қысылсаң жерге күш салыңыз. Әйтеуір жолдан айырылмаңыз. Ұқтыңыз ба? Ұқтым, Жолдас генерал. Ол өлілі тұрған шинелін алып киіне бастады. Мынандай бір жұмбақты сіз білесіз бе, деп сұрады Панфилов менің бетіме қарап. Дүние жүзінде ең ұзақ, әрі ең қысқа, ең жүйрік, әрі ең шабан нәрсе бар. Адамның ең менсінбейтіні де, қатты өкініш ететіні де сол. Ол не? Мен ойланып қалдым. Менің мүдіргеніме көңілі көншігендей, Панфилов қуана күлімдеп, сағатын шығарып жоғары көтерді. Ол мынау, уақыт. Қазіргі міндет жаудан уақытты ұту үшін соғысуымыз керек. Жүріңіз, мені ұзатып салыңыз. Ол блиндаждан шықты. Таң атып, айнала ақтаңтақ тартыпты. Жауын басылған. Бұлдыр тұман арасынан ағаштар мұнарланып көрінеді. Ертеулі арттарда келді. Панфилов жан-жағынан қарап, Шилов қайда жүр? Деп сұрады. Аяңдап жүре берелік, артымыздан қуып жетер. Жол жөнекей Панфилов біздің шепте не селіп жатқанын сұрады. Мен батальон қатынас жолдарын қазып жатқанын айттым. Қатынас жолдары дегенімін атыс ұяларын бірінмен бірін жалғастырып тұратын кісі бойын келетін қушық ор. Жауынгерлер осы ордың ішімен жүріп тұрады. Генерал кілт тоқтап қалды. Немен қазып жатырсыңдар, деп сұрады. Немені қалай? Күрекпен бе, Жолдас генерал? Күрекпен дейсіз бе? Ақылмен қазу керек, деді ол кекесінен жымиып. Дәуде болса жердің астан кестенін шығарып қопарған шығарсыңдар. Қазір жалған позиция қазуларын керек. Жолдас Момышұлы, айла істемей жауды алдамай болмайды. Құр қайраттан пайда аз. Қайратқа әдіс қосылса, әдіс ақылмен қолданылса, сонда істегенің нәтижелі болады. Мұнысына мен таң қалдым. Генералмен әңгімелескеннен кейін ол қорғаныс шебіне оншама мән бермейді екен ғой деп ойлап едім. Ол ойым енді теріс көрінді. Мен, құп, Жолдас генерал, жалған позиция жазайық деп қайтардым. Артымызда Шилов жүгіріп келді. Біз келе жатқан соқпақ пен қара жолдың түйіскен жерінде сақшы тұр. Бұл 20 жастағыдай көзі мөлдір бала жігіт. Бізді байқасымен-ақ жігіт сөлекет түрде, бірақ бар ынтасымен генералға ефрейторша сәлем берді. Бөлім командирінен бастап жоғары дәрежелі бастықтар бақасынан өткенде күзеттегі жауынгер қол созып жерге мылтығын алшайтып ізет көрсетеді. Осыны әскер тілінде ефрейторша беру дейді. Қалай солдат, деп сұрады генерал. Жігіт қипақтап қалды. Ол кезде біздің армияда солдат деген сөз қолданылмайтын. Көбінесе жауынгер, қызыл әскер дейтінбіз. Өзін солдат деп атаған алғаш естіп тұрған осы болу керек. Оның кейпін сезіп Панфилов былай деді. Солдат деген ұлы сөз. Біз бәріміз де солдатпыз. Сонымен қалың қалай, жігіт?
Жақсы, жолдас генерал. Мырс етіп Панфилов назарын төмен аударды. Сақшының ауыр бәтеңкесіне сұр балшық баттасып жабысып қапты. Былтырлығынан, балағынан шашыраңқы лайдың ізі көрінеді. Тазартамын деп әуреленбесе де кетпегенге ұқсайды. Винтовка ұқсаған қолы таңертеңгі ызғарлықтан тонып көгеріп кеткен. Жақсы деймісің? Панфилов оның бетіне үңіле қарады. Айтшы, жорықта қалай жасадыңдар? Жақсы, жолдас генерал. Панфилов қасындағы Шиловқа бұрылды. Жолдас Шилов, бұлар жорықты қалай жасады? Нашар, жолдас генерал. Сен өтірік сөйлепсің ғой, солдат, деп Панфилов жымиды. Кәне, сөйлеші, қал жайыңды айтшы. Жақсы, жолдас генерал. Олай емес, деді Панфилов. Соғыста кім жақсы тұрады дейсің? Қараңғы түнде мынадай лайсанды кешіп, жорық жасасаң, оның несі жақсы? Жорықтан соң ұйықтадың ба? Жоқ. Тамақ іштің бе? Жоқ. Осы арада суыққа тоңып, үсті басың су болып, ызғарлы жел шетінде өтінен өтіп тұрғансың. Немесе жер қазасың, онан кейін ертең бүрсігүні қантұрысқа түсесің. Оның несі жақсы? Сақшы ыңғайсыздана күлімсіреді. Панфилов тағы да сөйледі. Жоқ, жігітім, соғыста кісі жақсы тұрмайды. Бірақ біздің әкелеріміз, бабаларымыз осының бәріне шыдай білген, жауынгерліктің ауыртпалықтарына төзе білген, жағаласқан жауын талқандаған. Сен әлі жаумен айқасқан жоқсың, жігітім. Бірақ суыққа төзіп, бейнетке көніп, жоқсылықса шыдап үйреніп, ол да өз алдына күрес. Бүкіл ұрыстан кем емес, бұған да ерлік керек. Еңсесі салынбай, мойны иермей, белі бүгілмей, өзі қынжылмай, осы қиындықтарды басып өткерген батыр дейміз. Осылай болған жақсы солдат. Фамилияң кім? Ползунов. Мен де осыны айтайын деп едім, жолдас генерал. Атақты фамилия. Ползунов деген атақты механик болған. Білемісің? Айтайын деп едім. Неге айтпадың? Қателестім, жолдас генерал. Ойламадым. Солдат әрдайым ойланып іс істеу керек. Солдат ақылмен соғысуы тиіс. Ал Ползунов, сені еске ала жүремін. Атыңды шығаршы бір. Есетейін. Ұқтың ба? Ұқтым, жолдас генерал. Панфилов терең ойға шомылып, төмен қараған бойы жол бойымен кетіп барады. Бір мезгілде тоқтай қалып, маған бір, Шиловқа бір қарады да былай деді. Солдаттың тұрмысы тым ауыр. Онда ешбір жау жоқ. Мұны солдаттың өзіне күлтектемей тіке айту керек. Шындықты жасырам десе, оны табанды түзу жөнке салыңыз. Ер жігіт ауыр бейнет көрмей ысылмайды. Сәл ойланып тұрып, ол тағыды. Ұрысқа дейін жұртты аяушы болмаңыз, жолдас Шилов. Терлесін, тепшісін, ыстық суыққа көнсін. Ауыл ұрыстың жөні бір басқа. Ұрыс кезінде солдатты неғұрлым аман сақтағайсыз, деді. Бұл командирдің бұйрығы да, өктемшінің әмірі де емес, басшының аталық өсиеті еді. Бұл өсиеті санаға ұялап, тамыр жайғандай еді. Сәлден соң Панфилов қатаң пішінмен қайталап, солдатты аман сақтаңыз. Бұл маңды артық әскеріміз, артып жатқан солдатымыз жоқ. Бұлардан айырылсақ, немістің жолын кім бөгейді, деді. Бізбен қош айтысып, атына қонған Панфилов жол жиегімен желдірте жөнелді.